Бүгінгі күнге дейін біз тарихтан қалған ұлы тұлғаларды тек олардың үлкен атақтарымен ғана танимыз. Бірақ олардың артынан қалған өмірі, жүрегі және тарихы бар. Бүгін біз Алаш артысы Ахмет Байтұрсынұлының оқулықтарда белгілі бір бейнелерін ғана емес, оның үлкен тарихын баяндап береміз. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай өңірінде туылған. Ұлт ұстазының өмір жолы қарапайым балалық шақтан басталған. Әділетсіздікке ерте қарсы болғандықтан өз тағдыры арқылы ел тағдырын түсіндіруге ұмтылды. Ахметтің ең алғашқы арманы қазақ баласына сауат аштыру болды. Ол мұғалім болды, оқулық жазды, қазақ тілін зерттеуге кірісті. Бұл үлкен тарихтың ең алғашқы қадамы еді. Кім ойлаған қарапайым ауыл мұғалімі ұлт ғылымының негізін қалайды. Кейін ол мұғалім ғана емес, ел қамын жейтін қайраткерге айналды. Қазақ тілін реформалап, жаңа әліпби жасады. Қазақ газетін шығарып, жұртқа жөн көрсетті. Бұл атақ үшін жасалған іс емес, бұл халықты парыз етті. Ал біз ұмытатын бір нәрсе бар. Ахмет ең алдымен жай ғана қарапайым адам. Ол да қуанды, қиналды, қамықты. Үйінде ол жай ғана әке, жай ғана жар болады. Бірақ сол да қарапайым адамның жүрегіндегі адалдығы оның тарихын ұлылар қатарына қосты. Тарихқа аты қалған әрбір тұлға ең алдымен қарапайым адам. Қазіргі ұрпақ үшін Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы болып саналады. Бірақ оның үлкен тарихын жасаған қарапайым жүрегі мен ерік жігері. Біз осыны ұмытпауымыз керек. Ахмет Байтұрсынұлы 150 жылдық мұрасы бар ұлт қайраткері. Оның еңбегі бүгін де жалғасып келеді.